Құрметті ата-аналар, мен сіздерге қазір үй жағдайында ойналатын әртүрлі балаларды дамытушы ойындарын көрсеткім келіп отыр. Оған үйдегі қажетсіз материалдарды пайдалануға болады. Қолжетімді әрі қолжетімді. Мынау өзімізге тәттілерден босаған қорапша, соған үйдегі бөтелкелердегі қақпақшалар, оны бізді тәттілерді 4 түске бөліп алдым, 4 түске бояп. Міне балалар әр түске сәйкес қақпақшаларды былай орналастырып, ұяшықтарға балалардың жас ерекшеліктеріне қарай қолдануға болады. Кішкентайлар тобына тек қана түске қоятын болса, ал үлкен топтарда бұлар не жетіспейді, қандай түс жетіспейді деген ойындармен алмастыруға болады. Екінші ойын түріне үйден әртүрлі суреттерді былай етіп салып немесе шығарып аламыз. Содан соң жаңағы қақпақшаларды пайдаланамыз. Мысалы, мына суретте біздер бағдаршамның түсін келтіріп қоюға болады. Мына машинаны құрастырамыз. Содан соң үйде ойналатын тағы бір ойын, әрбір үйден табылады деп ойлаймын. Мынау тары немесе кептірілген дәндерді осылай қорапшаға салып, оған кішкентай ойыншықтарды жасырамыз. Киндер сюрпризден шыққан болсын. Бала қолының саусағымен іздеу арқылы онда ойыншықтарды табады және атауын атайды. Мысалы, қарбыз деген сияқты. Жағдайында барлығыңыздың үйінен табылады деп айта аламын. Ермексазға суши таяқшаларын орналастырып аламыз. Содан соң үйде домалап, басқа шашылып жатқан моншақтарды балалар жаңағы 2 қолмен немесе 1 қолмен мына таяқшаларға өткізеді. Қол, саусақ бұлшық еттері дамып, сенсорикасы әрі түстерді дамуға өте пайдалы.